Өскеменде онлайн бақылау кассалық аппараттарын қолданатын кәсіпкерлер көбейді. Заманауи қондырғылар түбіртектегі барлық ақпаратты автоматты түрде салық органдарының деректер қорына жіберіп тұрады. Нәтижесінде бизнес өкілдерінің төлейтін міндетті салық мөлшері бірден есептеледі. Салық жүйесіндегі бақылау мен әкімшілендіру бойынша жобаны ең бірінші болып Достық сауда үйі қолдаған. Мемлекеттік кірістер департаменті бұл жердегі кәсіпкерлермен түсіндіру жұмысын жүргізіп, ақпараттық тақта орнатты. Сауда орындары заманауи кассалық машиналармен қамтамасыз етілген соң, төленетін салық мөлшері өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға көбейді. Бүгінгі таңда салықтың түсуі де көбейді. Және де айта кететін жайт, бұл базарда пост-терминалдар орнатылған. Поэтапный переход дейді ғой, осы жылдың аяғына дейін бүкіл салық төлеушілер осы онлайн бақылау машиналарына көшуі сәйкес. Сондықтан да жылдың аяғына дейін бұл жұмысты жалғастырамыз.